Сонда қарасаңыздар, жаңа ата-анаңыздың сізге деген қандай арман қуып, өздері кейде аш жүреді, кейде әйтеуір қиын жағдайда жүреді, бірақ балаға білдірмейді ғой оны. Балам өз қатарынан қалып қоймасын. Осы балам құдай қаласа ертең сабырмен, ертең осының бәрін рахатын көрем осы баламнан деп жүрген. Ата-аналарымыз солай жүр ғой қазір біздің. Ал оны жаңағыдай не сезімге беріп, ондайға жасамаңыздар. Бір әке баласын жанына келіп сұрауға айтады. Балам, мен мықтымын ба, сен мықтысың ба деген да. Сөзі бала әке мен мықтымын деп айтты. Кейін әке, солай ма деп сәл ұзап барып андай жерден сұрапты. Бала ойлап жауап берді. Мен мықтымын ба, сен мықтысың ба десе, бала әке мен мықтымын деді. Соң бала әкесі ұзап кетіп, ұзақтан сұрапты. Бала үшінші мәрте сұрап алды. Ойланып жауап берді. Мен мықтымын ба, сен мықтысың ба десе, әке сіз мықтысыз деді. Енді дұрыс жауап берді деп әке қайтадан баланың жанына келіп, сен басында неге өзіңді айттың десе, баланың айтқаны әке, мен сіздің алдыңызда тұрған кезде мен мықтымын деген да. Сіз менен алыстап кеткен кезде мен әлсіреп кеттім деген. Міне сол әкелеріміз мықты, аналарымыз мықты, бізді жетелеп осындай деңгейге жеткізеді. Енді әлмен қарай не істеу керек, құрметті балалар? Ол үмітті не істеу керек? Ақтау керек ол. Yani оны ақтау керек. Олар қандай қиыншылық көрген болса да, бірақ бәрі үміті ол кімдерде? Ол балаларда.